Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін біз балық тасып жатырмыз. Осылай автобуспен жұмыс шағыма дейін барып аламын. Жібек жолы вокзалына. Бұл жақта тек 56-шы автобус ғана бар. Алла қаласа көрсететін боламыз сіздерге. Баратынымызды арнамызға жазып алып, лайк басып кетіңіздер. Кеттік. Кішкене реклама болсын. Осы ноябрь айынан бастап осындай кәсіп бастадым. Азын-аулақ тауармен, кредитсіз, ең бастысы ремонт істеймін. Солардан түскен пайдаға әйтеуір шефолдардан түседі пайда. Солардан бүгін балыққа кетіп баратын. Заттарын, киімдерін түнде киетін. Мына ішінде екі қармағым бар. Қандай қармақ екенін сол шардараға қойғанда көрсететін боламын. Су толтырып аламын жуынып шайынуға. Осы бізде кәсіп. Кішкене ғана көрсете кетейін. Ремонттайтын істейтін жерім. Нөмірлер, машина заттар, азын-аулақ тауармен басып жатқан жайымыз бар. Мына музыка всегда ойнап тұрады. Мақтаралда обязательно сам салат. Достар, келдік шардана. Бала кезде бірге келгеніміз бар, бірақ бірінші кеттім деп айтқым да болады. Береке деген магазинге тоқталдық. Зат алуға. Аллахтың қалауымен бұл жарыс, бұлай деп түсінейік, бұл көктемнің басы болғаннан кейін, жаңа бір керемет жаздағыдай поклевкалар болмауы мүмкін. Сол үшін бір-бірімізге қапы болмай, бұл жарысты бүйтіп ойлайық, бұл жылдың открытиясы. Құда қаласа, Райымбек бауырымызға, тараздық Райымбек бауырымызға бұйырып тұр екен, бұл жылды басымызды қосып беріп жатқан бірінші бас қосу кешіміз деп айтсақ та болады. Тараз қаласынан, бұл жолы жаңа граммға бөлмейміз балықты. Кім үлкен балық, кімдікі ең салмағы үлкен балық болады, сол биквиш. Сол есептейік. Анау неге келген кезде, жаздың күндері неден кейін, неді? Запреттен кейін уже 600 граммнан арғыры есептей берсек болады деп ойлаймын, жігіттер. Қазір 600 граммның өзі бикфиш болып қалуы мүмкін. Сол үшін жігіттер бір-бірімізге қапы болмайық. Ал жігіттер барлықтарыңызға ауларыңызды берсін. Сәттілік, в общем. Рахмет. Ассалаумағалейкум достар, өздеріңізбен амандасып қояйық. Бұл 17-03-2023 наурыз айы. Тараз, Жетісай, Шардара, Сарыағаш, Қазығұрт, Шымкент, Сайрам аудандары аралығында балықшылардың жарысы болып жатыр. Шардара су қоймасында. Қазір түнгі уақыт көп видеолар салына бермейді, өйткені көрінбейді. Тіпті халық көп, өйткені 1 сәуірден бастап балық аулауға тыйым салынады. Сондықтан қазіргі таңда барлығы келіп жатыр. Осы жұма күнінен бастап
айдан кейін статикем дүйсенбі барлық жерде жұмысқа шығады. Арнамызға жазылып лайк басып кетіңіздер. Бұл видео кішкене ұзақтау болды, өйткені біздің жарысымыз 2 күнге созылады. Ассалаумағалейкум деп, нағыз балықшылар. Күнмен ұйқыланды ма? Нүкте статта отырған адам үйдің сойып отыр. Әбішаға ұстады ғой. Әбішаға жақсы ұстады. Біліп отыр ғой, мына біреуін ұстап берді. Иә. Көтен движение қыламыз ба, әрекет жасаймыз ба? Екеу шығарды? Мен жақтан шығарды ғой, еректің екеуін шығарды. Біздің отырған жеріміз екеумізге 16 метр жер болып қалған. Екеуміз 4 қармақпен 3 қармақ құрастырып қойып қойдық. Жарысып жатыр қайда профессионалдармен. Айтпай, ұстап жатыр ағайындар. Ауа райы өте керемет, күн жылып жатыр. Кеше түнімен тракторлармен жерін жыртып мазаны алып трактордың дауысы тран-тран-тран деп. Ассалаумағалейкум деп өзіңіздің бір тағы бір амандасып қойып, екінші күніміз бүгін таңғы 7-тен басталды. Біз енді аса профессионал емес, бірақ нақты профессионал карғалдық ағалар бар. Соларға барып сұхбат алайық біртіндеп. Ассалаумағалейкум. Есіңіз кім болады, және қай жақтан келдіңіз ағасы? Есім Алмасхан болады, Түркістан қаласынан. Түркістан кәрпішен командасының жалпы мүшесіміз, иншалла. Жарыс басталып кетті, жарыс қызық болып жатыр. Әзір ең үлкен балық ешкімде емес, бірақ болады, сенім бар. Мына бір не жүр, монтажда. Енді қыстың күні осылай ұстап жүргенбіз. Құдай қаласа шығады ғой. Ең бастысы мынау өзіміз ай сайын осылай барлық өңірден Тараздан бастап Түркістанға дейін осы оңтүстік өңір бас қосамыз. Жаңағыдай бір мал шалып, енді бір не емес ол жерде бір ысырапкершілік емес. Әйтеуір бас қосып, мынау сізбіздікті арттырып, ағайындықты арттырып, төс қағысып дегендей исі қазақ мұсылманның баласымыз ғой бәріміз. Сол себепті осылай көпшілікпен сізбіздікті арттырып жүрген мақсатымыз бар. Осылай жайдамыз. Құдай қаласа, баршасына сәттілік тілеймін. Келіңіздер, демалыңыздар, бірақ мынау тазалыққа қатты көңіл бөліңіздерші. Өтініш. Бұл басқа біреудің жері емес, өзіміздің қазақтың жері. Жеріміз таза ұстайықшы. Түнде келгенбіз, мына бір-бір түсіріп жібере сал. Қазір бәрін тазалаймыз иншалла. Өзіміз үшін ол, біреу үшін емес, табиғатымыз, аялауымыз керек, құрметтеуіміз керек, ата-бабамыздан қалған жер. Сол үшін таза ұстайық барынша. Ал, жақсылық, амандық болайық. Сайлауымыз әділ өтсін. Құдай қаласа, еліміз көркейе берсін. Наурыз құтты болсын. Артынан мынау Алла қаласа, қасиетті Рамазан баршамызға мүбәрәк болсын иншалла. Жақсы, аман болыңыздар. Ағамыздың ұзақты құлақтырып. Қалай бұл кісілер ұзақты құлақтырады, қалай қараңыздар. Әне. Көрдіңіздер ме? Бұлар енді тәжірибелі кісілер. Винстон, ақ тонки, Серікке жіберейін бе Каспийге? Машалла, міне.
Anda şaşlayıp. Жоқ, просто Winston ақ тон ки. Жігіттер, біріншіден мына наурызымыз құтты болсын. Мына басқасын бұдан да кеңейе берсін. Деніміз сау, басымыз аман болсын. Тек жақсылықта кездесіп, жылдан жылға жете берейік. Бәріне сәттілік жігіттер. Сексендерге ya? 80'lerde hizmet жасап жатыр. Рахмет, Алла разы болсын. Келіңіздер ағайындар, табиғат аясына өйстіп, бас қосып, сіз біздескенге не жетсін? Ne yakta жүрсің, yakta? Тағы. Мына жақ. Осы. Қай жағынан қырсың? Қай ойылып қойған? Конечно, неге үйреніп қалғансың ғой. Зря, пожалеешь. Сады өзі шаршады, ішім қалмады, ұйықтап қалды. Мен ғана жүрмін. Балыққа келсем бір жарты сағат, 5 минут емес. Бір сағат ұйықтап қалуым мүмкін енді. Сонда да ұйқылы. Мынандай шықырласа, не қылса, атып тұрасың да, симал ойнаса. Осы балыққа келіп уақытты өткізіп жатырмыз. Аса бір үлкен балық түсіп жатқан жоқ. Ең үлкені 685 грамм болды. Бір таразда, екінші таразда тартқанда ол 665 шығарды. Басты 1 килограммдай ондай балықтар шығарған жоқ. Көбісі қарымтан жіберіп ана жақта ағайындар білмедім, немесі оққан екен, жақсы қарым етеді. Профессионал болған екен, біледі ғой жолдарын өздері. Дауысымның қалай басылып жатқанын білмедім қазір, өйткені өте қатты жел болып тұр арқамнан. Желде негізі балыққа шықпаймыз деген кісілер де бар. Келіп қойған екен өзі. Шешінген судан тайынбас дейді қазақ.
Армысыздар қазақ елі, ассалаумағалейкум деп өзіңізбен амандасып қояйық. Бүгін біздің балық аулауда 3-ші күніміз. Я снимаешь. Нет. Я думал, собака. Нет, это кошка. Міне достар, жалпы бүгін ұстаған балықтарым көрсетейін. Кішкентайдан біреу алдым. Көрші заказ берді, үшін мысыққа балық бештіп. Қалған бәрі өзім ұстағандарым. Ең үлкені 685 грамм, 665 деп саналды, өйткені екі таразда екі түрлі көрсетті. 606 менің таразым дұрыс деген 665 болды қазір таңда. Мен үш қармақпен ауладым бүгін. Райымбек ағам қармақтарын жатты, өйткені ол кісі ұйымдастырушы. Бүгін шыққан жоқ балық аулауға. Тек осы кім үлкен балық ұстайды, солар таразға тартып жүреді. Мырзакент, Қазығұрт, Сарыағаш, Абай, Түркістан, Тараз аудандарынан бар. Қалалардан біздің заттар болса шашылып жатыр. Кейін жинаймыз енді. Айналамыз тазалап кетеміз. Әркім өзінің территориясын тазалап кетеді. Менің өзім қол жететінім. Шербап бір кофе ішіппін. Достар, осы жалпы процесстерді көп түсіре алмадым, өйткені бізде өзің қармақ ұстап алсын, телефонды ұстап ыңғайсыз да. Алла қаласа ақша жинап, осы экшн камера алсақ, бүкіл осы процесстерді көрсететін боламыз. Басынан не саламыз, қалай саламыз, сазан аулағанда қандай жайттарды ескеру керек. Осы лақтыру жайында да арнайы видеоблог түсіріледі. Қалай лақтырды, мен өзімде дұрыс лақтырдым, өйткені қарпаға кимесін мен оған жақында өттім. Білетінім 9, білмейтінім 99 дейді. Сонда өттіміз. Арамызда ең жас қатысушы Мұхтар Әуезов студенті, 1-ші курс. Бір, 2, 3, 4, 5 қана құрастырып қойды. Мәксілерде 4-4-4 құрастырылған, 8. Оның аржанда да ұстағадыр. Ол кісілерден тек кармет езіп, созып барып ұстайтын кісілер екен. Табиғат өте керемет. Түнде қарт суық болды. 5-5:30-ға дейін жүрдім. Кейін бір жарты сағат жылына ойнап ұйықтап кеттім. Скажи людям, чтобы подписался на нас. Всем, кому понравилось его видео, подписывайтесь на его канал, ставьте лайки. Сварками стоит право. Ерік магазинін алдым. Бәрі бар, жан-жағында бір дәрілер бар. Есімің кім сенің? Алмасқан Түркістан кар фишинг. Бісміллә. Мынау кеше жарыста шықпаған балық келатыр ғой. Құдай қаласа. Қаяғымен ақ бересің, жаңмен ақ бересің, емес. Ол ақ берсем болды емес пе, қалай? Главное, алдын әкеп беремін десеңізші. Стоп, қай жағын әлің керек едің? Ол қолын жұп қойған. Баковой губка ілінген ғой, баковой губка. Анау Баковой да емес. жоқ өз екен. Қолы түсіріп. Кішкентай. Қолды камераны өшірмей. Тақаса, кейін өзіме жібере салады. Болды. Енді мынаның жарымысындай балықтарды алып жатыр керек көп адам. Қараңыз мына. Бұл балық жіберу керек. Міндетті түрде жіберу керек. Жоғары барып. Қолын ала бер. Ана балақай. Ол қимай жатыр ғой сізді. Қимайды ғой. Ата-аналардың қасына барды. Жоқ, кетті. Қазда кішкентай келіп тұрған екен. Сабырым кетті. Керемет. Мінекей, осылай. Болды. Жиналып жатырмыз. Екі күннен аулаған балықтарымыз. Екі қармақ біреуін жинап қойдым. Үш қармақпен кезек-кезек. Түнге қарай бірақ біреуін жинап тастадым.
Осымен қайттық.